Бүгін біз қарапайым Майнкрафттың 5-ші бөлімін түсіретін боламыз. Бүгін біз осы Нерко екеуміз, достар, сіздер комментарийде жазыңыздар Нерко деп. Келесі аттікі Нерко болма, сондай болады. Екі егіз ит сияқты. Бүгін біз осы Нерко екеуміз ауылға баратынбыз. Итімізге тамақ берейік. Давай кеттік. Достар, лайк басып, ваннан тіркеліп кетіңіздер. Давай кеттік. Атын кетім ай, келе жатыр. Дайте оған стейк. Жейді ме екен? Так, лақтырып көрейін. Жемей ма? Осылайдан жей берейік. Ана жақта ауыл болып еді. Қазір стопқа қойды. Ой, стоп емес. Так, қайда еді ауыл? Міне. Ит қойсын. Мына жақта да ауыл бар. Бірінші мынаған барайық. О, мына жақта күшті сиырлар, жылқылар, сиырлар тағы да. Так. Мынау реально күшті қараңыздар. Мынандай үлкен үйде бар. Зомбиға айналып кетпесе болды барлық заттар. О! Тамақ алып кетейік. Айтпақшы, алманы да алып кетейікші. Өйткені керек болады. Анау жылқыны асырауға. Опа, жителде жүр, достар. Әне, бір жителді өттім. Ауыл үлкен, бірақ үй өте көп екен. Ана егін алып отыр ғой. Мен саудаға салу ма? Міне. Алмай қойық енді. Міне. Ой. Түн болып қалса, не істейтін шығармыз, осы сияқты қонатын шығармыз. Түн болып қалса егерде. О! Достар, тағы да бір ит. Дайын дегел. О! Ананың
анан карнын тойдуруу керек. Сонда не болот? Биздин итimiz. Так. Бастан караңыз, сынып калган. Шишме. Неге андай көрмейт дейтін шықпайдыр? Білмеймін, ол берілмей тұрған. Олар тек сүйек жейді екен ғой. Соң есімнен шығып кетті. Кетіп қалды. Так, мына ауыл ертістік үлкен. Уже кеш болып жатыр. Ұйықтайтын орын табу керек. Мына ауыл тамаққа толып отыр екен. Жителер дос жаман шығып отыр. Мына жақта жителер көп екен ғой. Маған қарап тұрға өте істеп атсың, жителерін бәтіне деп отырған. Так, енді егіп қойып. Ома ұрса жатыр ғой. Мынау егіп жатыр. Достар, мынау егіп жатыр. Мына өз ексін онда көйін. Бердің ба? Бердім, достар. Жителге бердім. Жителге де, оказывается, бірдеңе беруге болады екен ғой. Скелеттер жейді айтпақшы. Так, үйімізден адасқанмау керек, ең бастысы. Мықты ғой үйіміз. Мықты емес пе? Тут ездетіп үйге бару керек. Оның үйге бармаса ғана не? Монстрлар болады. Достар, кез келген уақытта видео сөніп қалуы мүмкін, так что ренжімеңіздер. Ой. Не? Тез болса. Пауктар уже спаун
басады. Зомби. Нет. Тез қашты. Криперні. Менің итімді жатсамаса болды. Оны бізге келеді кәз крипер. Блин, ауылға қайттан келдік қой. Тез. Айналып келдік біз достар. Біз айналып келдік, а? Нет, қаштық. О. Давай, ит, кір. Тамақтың бәрін аламыз. Ұйықтайын. Итім де бірге ұйықтап отыр ғой. Қызық екен. Енді үйімді істеуге қайттан шығамыз. Баласы. Баласы да бар. Ана крипер жыртсамыз болды. Кеттік. Маған скелетті сүйегі керек тұр. Бала туылды, достар. Бала туылып кетті. Достар, өте жақсы бала туылды. Жоқ. Достар, тұншығып өліп отыр. Давай кеттік. Нәрко кеттік. Құтай қынды. Кеттік. Так, скелет. Бір сүйек керек маған. Сүйек жат жоқ. Так, қойды өтіп көрейш. Беруге болады екен, достар. Онда анаған да береміз. Да кел. Кел. Жемей тұр, достар. Өлең десінде. Так. Мен таппай жатырмын өзім үйімді. Қайда кетті? Қайда қойып едім үйімді? Міне қама? Осы жаққа сияқты ғой. Что-то сезіп тұрмын. Мына жақта жоқ. Так. Ой. Қалақ қалмас. Башы істейді негізі ана иттің.
смело лайк басып кетіңіздер. Жаңағы арна тіркеліп кетіңіз. 20 подписчикке жеткізіп 20 подписчик қылсақ, енді мен влог түсіре алмаймын, ренжімеңіздер. Чё за тупс? Крипер. Блок бар ма? Мен өліп отырмын. Қарным аш. Да? Шошқаны үшін атмашы, ол картофель. Ет жейтін сияқты еді ғой. Вообще жоқ қой. Қайда? Мен бірдеңе етіп ем табуым керек ату. Қайдасың? Атқа бару керек сияқты. Алдыңызға қарап жүру керек ату. Шақты атып кетеміз жаңағыдай. Мен қарным ашып жатыр. Мына жақта барды. Мына жерде болу керек. Менен адасып қалмаған шығармын енді. Іздеп табуға болады негізі. Суға түсіп кетпейдім. Жоқ. Мына жерде болу керек. Жіберек алып табатын шығармын. Так, алдымен қайда екенін біліп алу керек еді. Так. Мен мына жерде жоқ. Мына жерлерден песок жинап жүрдім ғой. Мықты мане едім. Мықты болса көп керек. Давайте погоданы. Достар, адам шоқты. Кішкене жаман қатып жатыр мына Майнкрафт. Ренжімеңіздер. Мынау итім жүзе алмайды. Қайдан шықты? Итім кәдімгідей аңқалай береді. Опа. Үйім қайда енді? Үйім табу проблема ғой.
ием емес. Мен кәдімгідей адасып қалдым. Жоқ. Давайте, достар. Блин, тағы ауыл. Давайте мына дубтарды жинап алайық. Маған керек. Екеу жинасам жетеді. Үшеу. Болды. Ауыл бітпеді ғой. Бірақ өзгеше ауыл екенін қараңыздар. Осындай ауылды бірінші рет көріп отырмын. Құдай қандай ғой. Так. Таймсеттейға қоямыз. Қайтадан анау жаңағы ауылға бару керек. Негізі бекер барған сияқтымыз ғой. Паузаға ендесем, мобизен ғой. Мобизен емес қой. Паузаға қоятын. Күштейімнен айылып қалдым ба не? Бұл бір түрлі реально бір түрлі. Так, анау талдың үстіне шығу керек. Сосын сол талдың үстінен қарау керек. Лестница жасау керек. Ағашпен. Менде алатын тапорды жоқ. Енді итім қайда? Болып қалды ма?
ит. Шошып жүрді адамды. Так, итке. Осындай. Так, мен үйімнен 100% адасып қалдым. Жақсы тек. Бас дейді, не иттің кәдімгідей. Қараңыздар. Иттің жаны кетпейді деп ойлаймын. Жақсы достар, осымен осы серияны аяқтаймыз. Келесі бөлімде видео табатын боламын. Қазір видеоны сөндіріп іздей беретін боламын.